Маңдай бөлігі деменциясының белгілері қандай? Маңдай бөлігі мидың алдыңғы жағында орналасқан. Егер біреуде маңдай бөлігі деменциясы болса, бір белгісі бұл тежелудің болмауы. Сондықтан олар басқалардың алдында не істеуге болмайтынын білмейді. Сондықтан сіз біреуді, мысалы, көпшілік алдында зәр шығарып жатқанын, тіпті орынсыз киініп жүргенін, кейде себепсіз күліп, немесе себепсіз жымиып тұрғанын байқауымыз мүмкін. Сондай-ақ олар өзімшіл болып көрінуі мүмкін. Сондықтан олар өздерінің іс-әрекеттеріне көбірек қызығушылық танытып, басқаларға қызықпайды. Екінші мәселе, оларда зәр шығару бақылауының болмауы мүмкін. Сондықтан зәр ұстамау жағдайы болуы мүмкін. Және кейде маңдай бөлігі сөйлеуге де қатысады. Сондықтан оларда тілдік дисфункция, сөйлеуде қиындықтар және түсінуде қиындықтар болуы мүмкін. Егер сіз отбасы мүшеңізде осы белгілердің кез келгенін байқасаңыз, невропатологқа жүгініңіз. Себебі миды сканерлеу және басқа тесттер сияқты дұрыс бағалау арқылы біз толық диагноз қоя аламыз. Және содан кейін емдеу ұсынылуы мүмкін.